Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 12-ші дәріс тақырыбы өсімдіктерді интерьерге орналастыру әдістері фитокомпозициялар ұсынылады. Дәрістің мақсаты фитокомпозициялар түрінде оларды бірге орналастыру үшін өсімдіктердің ассортиментін таңдауды үйрену, композицияның эскиздік жобасын жасау. Өсімдіктерді интерьерге солитарлер түрінде, гүл топтары мен композициялар түрінде орналастыруға болады. Солитар ретінде көбінесе оған ерекше назар аудару үшін басқалардан алыс орналастырылған керемет өсімдік қолданылады. Мұндай өсімдіктер мінсіз қалыптасып, сәнді контейнерге салынып, оларды барлық жағынан көруге болатындай етіп орналастырылуы керек. Үлкен өлшемдер еденде немесе төмен тығырықтарда, орташа және кішілер биік тығырықтарда, ампелді және шырмаланатындар адамның көз деңгейіне жетуі керек. Сонымен қатар солитарлердің бірқатар қасиеттері болуы керек. Үлкен өлшем, жапырақтардың ерекше пішіні немесе қызықты түсі, сәнді гүлдердің болуы. Мұнда бір көрініс көрсетілген сол бағытта. Өсімдіктердің композициясы әсерлі және өсімдіктердің әрқайсысына қарағанда жеке әсер қалдырады. Жалғыз өсімдік үшін қажет мінсіз көрініс композицияда онша маңызды емес. Жалаңаш дәндер, бір жақты өсу, зақымдалған жапырақтар бірнеше қыш құмыраларды біріктіргенде оңай жасырылады. Қызықты көріністен болса, қыш құмыралық өсімдіктердің композициясы бірқатар артықшылықтарға ие. Өсімдіктерді біріктірген кезде соры оңайырақ. Мол жапырақтар мен топырақтың үлкен аумағынан булану ауаның ылғалдылығын арттырады. Бұл ең нәзік өсімдіктер үшін өте маңызды. Композицияларда өсімдіктер құмыра топтар түрінде немесе бір ортақ контейнерде орналастырылады. Мына көрініс көрсетілген. Құмыра тобы бұл үлкен дақ әсер жасау үшін бір-біріне жақын орнатылған қыш құмыралардағы немесе жеке контейнерлердегі өсімдіктер. Өсімдіктерді ортақ контейнерге орналастырған кезде қыш құмыралар көрінбейді. Олар контейнердің ішінде жасырылуы мүмкін, немесе өсімдіктер оған тікелей отырғызылуы мүмкін. Өсімдіктерді ортақ контейнерге орналастырудың мысалдары бөлме бақшасы, потефлер, гүлді қышқұмыра, эпифитті ағаш, витриналар, флорариумдар немесе террариумдар, аквариумдағы бақ, стационарлық немесе жылжымалы гүл контейнерлеріндегі пейзаж бұрыштары. Бір контейнерде бірге отырғызу үшін өсімдіктерді таңдағанда көптеген критерийлерді ескеру қажет. Жарыққа, жылуға, ылғалдылыққа және топыраққа талаптары. Бұл талаптар барлық өсімдіктерге сәйкес келуі керек, сонда ғана композиция ұзақ уақыт бойы өседі. Гүлді кактустар мен батпақты циперустардан тұратын композиция құрылғаннан кейін бірден әдемі көрінуі мүмкін, бірақ өте қысқа уақытқа созылады. Міне көрініс көрсетілген. Мақсатына сәйкес өсімдіктер топ ішінде бөлінеді. Бірінші құрылымдық негізгі бұл әртүрлі типтегі интерьерлер жағдайларында орташа немесе үлкен ең берік экологиялық бір қалыптылар. Бұл фитокомпозицияның қаңқасы. Екінші акцентті бұл әдемі гүлдейтін және ең керемет сәндік жапырақ түрлері, көбінше экологиялық тұрғыдан әлсіз пластикалық. Бұл топтың эстетикалық орталығы. Үшінші көмекші. Бұл негізгі өлшемдерге қарағанда кішірек, композицияны құрудағы бағынышты рөл орындайды. Бұл фитокомпозицияның толтырғыштары. Төртінші топ көлеңкелеушілері. Бұл ең төменгі негізіне жер жамылғылар фитокомпозицияның табиғи фон жасайды, топырақты жабады және сынған контурды баса көрсетеді. Мына көрініс көрсетілген. Фитокомпозицияларды эстетикалық дайындау кезінде осьтік өсімдікті, құрылымдық өсімдіктердің ең үлкенін таңдау керек. Оның биіктігі, контейнердің биіктігінен кемінде 1,5, егер жоғары болса жақсы. Бірақ өсімдіктің қалыпты дамуы үшін, тамыр үресі үшін тиісті орын қажет екенін есте ұстаған жөн. Осьтік өсімдік бүкіл фитокомпозицияның ауданының 25%-нан аспауы керек. Қалған өсімдік дұрыс емес төртбұрыш немесе жан-жақты үшбұрыш принцип бойынша орналасады. Көмекші өсімдіктердің өлшемдері, түсі және габитусы толығымен осьтік құрылымдық өсімдікке байланысты. Түрге байланысты топты шамадан тыс қанықтыруға болмайды. Оңтайлы құрам 5-6 түр, үйде 3 түр.
топтың орталығы геометриялық емес эстетикалық акцентті өсімдіктердің бір немесе бірнеше данасы. Көлеңкелеушілер топырақ жамылғылық түрлер фитокомпозицияны контейнермен байланыстыра отырып, табиғидан жасанды заттық әлемге жатық ауыстырады. Фитокомпозицияларға мәрмәр, гранит, туф, құм, малтатас, діндер, бұтақтар, тырбиған ағаш бөліктері толтырғыш болып табылады. Бірақ бұл толықтырулардың топ өсімдіктерінің табиғи тіршілік ету орталарына сәйкес келуі маңызды. Мына көрініс көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.